Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Студияда Рауан ақпаратты сазды бағдарламасы және оның жүргізушілері Ілиясов Санат, Әріптесім Өмірбаева Айолым. Санат, осы қазіргі қазақстандық шоу-бизнестегі плагиат мәселесі жөнінде қандай пікірдесің? Егер айталық ән хит болып көрермен көңілінен шығып жатса, шетелден көше бергеніміз дұрыс па, әлде сен бұған қарсысың ба? Менің ойымша, қазақ менталитетіне сай келетін нәрселерді шетелден көшіру ағаттық емес сияқты. Бірақ біздікілер өзгеден түгелін көшіруге әуес қой. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өзгелердің таңсығын қаңсық қылған қазағында қалмады әрқилы әдет. Шәмші сынды ағаларым қалмады ма, басқалардан ән ұрлау жан қинап еді. Алтынбек Тәшінбетов кімнің әнін қолдырылды? Сол әнді мен ұрлап. Қазақтың қыздары көшірме ме әлде? Бұл күнде шуы көп шоу-бизнесте желдік мәселесі өршіп барады. Бұл шығармашылық өзгенің туындысын рұқсатсыз иелік ету таптырмас дертке айналғандай. Сонда өз әншіміз ұры, өзгенікі ұлы болғаны ма? Жез таңдай әнші Алишер Каримовтың келемін саған әнін екі тілде естіп, бастапқыда таң қалдық. Сонымен әннің авторы Гүлбен бе, әлде Алишер ме? Ал енді молдовалық әншінің мына бір хитіне назар аударайық. Ырғақты бұл әнді Арай тобы қазақ сахнасынан шықты. Бірақ қателіктерін мойындады. Шалдық сөйлестік, келісімін беріп. Сұранамын жаратқанымнан, сүйгенім сақта, сақта әрдайым. Сұранамын жаратқанымнан, сүйгенім сақта. Жанары оттай жанып, жүрегімді шоқтай қарып, сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып, нананы. Санат, білесің бе, біздің әріптесіміз Ғалия студенттерден мейрамдардың қаншалықты жақсы білетіндігін анықтап келіпті. Кезекті қызықты сауалнама айдарына берсек. Бүгінгі таңда студенттеріміз айтулы күндерді қаншалықты білетінін біз қызықты сұрақтар арқылы білетін боламыз. Қыздар есіңіз болсын, біздің студенттеріміз, рахмет. Мереке кезең тойлатасыз? Әрине. 17 қараша қандай? Білмеймін. 6 Астана, яғни. Иә, Астананың туған күні. Ал 13 қараша қандай мейрам? 13-ші? Мейрам болғанда біздің университеттің ерекше айтулы күні осы. 13-ші, 20 жылдығын. Дұрыс. Өздеріңіз көргендей, студенттердің кейбірі қиналып жауап берсе, кейбіреуі білмейтінін ашық айтты. Жақында отандық шоу-бизнес кей-поп жанрында өнер көрсететін жаңа топпен толықты.
Ерболат Беделханның продюсерлігімен дүниеге келген 91 тобы айыптама аттанге жаңа бейнебаяндарын да шығарып үлгеріпті. Кәріс сериалдары көпшіліктің көз айымына айналып кетті. Күнделікті қарабалас тіршіліктен осы сериалдарды көру үшін арнайы уақыт тауып көретіндер қаншама. Корей елінің әншілерін, әртістерін былайша айтқанда кей-поп жұлдыздары деп атайды. Жалпы кей-поп толқыны бүкіл Азияны жаулап алды. Бұрындары біз өлеңдері мен әндерін үзбей тыңдасақ, бүгінде өзіміздің осы бағытта да топтарымыз құрылуда. Мысалға айтатын болса, кей-поп жұлдыздарының жанрында ән шырқайтын Қазақстанда 91 деген топ пайда болды. Ал бұл кей-поп жұлдыздарына арналған сюжетімізде Орда тобы не істеп жүр дейсіз бе? Бұның бірден-бір себебі осы топтың белді де беделді мүшесі Ерболат Беделхан 91 тобына продюсерлік етіп жүр. Дегенмен де жас, жаңа кей-поп стилінде құрылған тобымыз қалың жұрттың алдында өнер көрсетіп, өзіне бірталай жанкүйерлерді жинап үлгерді. Бұл топтың әннің жанры да, киім кию стильді, кей-поп жұлдыздарына қатты ұқсайды. Бұл жай ғана талғамның сәйкестігі ме, әлде еліктеу ме? Кім білсін? айтпашы өкпеңді саған жетпейді. Көптеген көрермендердің көңілінен орын тапқан сері жігіттеріміз Меломен тобы. Жоқ, бұл тобымызда Ерболат Беделхан тәрізді ешқандай кей-поп жанрындағы жұлдыздарға продюсерлік етпейді. Керісінше сол әндерді өздері орындайды. Неге жылайды ару, неге махаббат болу. Сонымен қатар жастардың жүрегінен I am a loner әнімен жол тапқан SM Blue тобы. Бұнда махаббат жайлы шырқаған әнді біздің елде менің астанам деп ағайынды Жугунусов та шырқап жүр. Десе де мойындай білуде жігіттік дейді ғой. Керісінше бейнебаян клиптің астына түпнұсқа өлеңіне сілтеме жазып қойды. Жарайсыңдар жігіттер. 따라만나 나는 미는 아스타나 장배 жанары сені ажары бәрі керемет ұқсамайды басқаға сенсің көңіл өмірімнің ғажабы жағасында есілдер бұй төсеген жас қала ата баба дәстүр сақтай білген басқалар көз тартады сәулетің арта берсін Мен бізге берілген уақыт аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.